Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бастапқы жарнасыз ипотека рәсімдеуге бола ма? Көптеген компаниялар ешқандай жинақсыз, яғни бастапқы жарнасыз ипотека рәсімдеп береміз, көмектесеміз деп айтып жатыр. Ол қалай болады деген сұрақтар болып жатыр клиенттер тарапынан. Бүгін сол сұраққа жауап бере кетсем, негізінде ресми түрде Қазақстан бойынша бастапқы жарнасыз деген ипотека жоқ. Госпрограмма мен залог арқылы шығарылатын ипотеканы қоспағанда, жаңағыдай бастапқы жарнасыз ипотека істеп береміз деп жатқан компаниялар сізге бастапқы жарнаның орнына басқа банктен қолма-қол кредит шығарып, ипотеканың бастапқы жарнасы етіп құяды. Яғни сізде екі төлем болады. Біреуі ипотекаға, екіншісі жаңағы бастапқы жарна үшін алынған кредитке. Достар, ойланып қараңыздар, екі төлем сізге ыңғайлы, тиімді бола ма? Жаңағы бастапқы жарна үшін алынған кредиттің пайыздық мөлшерлемесі қанша болады екен? Сол жағын ойлап көріңіздер достар. Негізінде қандай да бір ипотека рәсімдеген кезде бастапқы жарнаның болғаны дұрыс, және ол сізге тиімдірек болады.